Достар, бүгін сіздермен қысқа арналған компот жабамыз. Ең алдымен банкымызды жуып, стерилизовать етіп алып, үстіне туралған алманы саламыз. Алмаларды салып болғаннан кейін келесі үстіне дөңгелектеп кесілген апельсин саламыз. Егер де апельсиннің сүйегі болса, алып тастауларыңызға болады. Үстіне 2 немесе 3 сабақ мята саламыз. Мята компотқа өзіндік ерекше дәм және иіс береді. Одан кейін қара виноград саламыз. Именно үлкен виноград салу керек, себебі кішкентай виноград болса езіліп кетеді. Келесі салып болғаннан кейін үстіне қайнаған ыстық су құямыз. Банкымызды толтырып, ыстық суды құйып болғаннан кейін крышкасын жауып 20 минутқа қоямыз. Осылай барлық банкілерімізді салып шығамыз. 20 минут өтті. Біз емне арнайы осындай қақпақты жауып, суымыздан құйып аламыз. Суды табаға құйып алғаннан кейін газға дәміне қарай шекер сала отырып қайнатамыз. Суымыз қайнағаннан кейін тағы да бір рет сүзгіштен өткізе отырып банкіге құямыз. Банкымыздың крышкасын жауып, жақсы тексереміз. Яғни құрғақ шүберекті алып, үстіне банкымызды домалатып, аузының жақсы жабылғандығын осылай тексеріп шығамыз. Суытып, бір күн қараңғы жерде, сосын салқын жерге шығарып қойсаңыздар болады. Бұл өте дәмді және шөл қандыратын сусын болып шығады. Рецепт ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжан.